Тауға қайтып кетсек, қайта келуіміз қиынға соғады. Біріншіден, жол шалғай жер алыс. Екіншіден, уақыт өтсе Жаңжу аймағының уәлиі қалайда бұйрық түсіріп қорғанысты күшейтеді. Бұл бізге қолайсыз болады. Біз Жаңжудағы орда жасауылдарының жүрегі орнықпай тұрып, шабуылға кіріссек, екі алып, биге шығамыз. Інімнің айтқаны да орында. Бірақ қазір жер жағдайына онша ғанық емеспіз. Алдымен бір адам жіберіп, жер жағдайын анықтау керек. Хуаң Өнбиңнің тұрағын анықтап алғаннан кейін іске кіріссек тіпті жақсы болар еді. Бұған қалайда уақыт қажет. Сонда осы құрыш адам қайда тұрамыз? Ағай, бұл іске бас қатырып қайтесіз. Ағайынды екеуміздің күнгейті қалашығындағы үйімізде тұруларыңыз әбден болады. Жақсы болды. Осылай болған екен ат көліктерімізді сайлап, Жаңжуға шабуыл жасауға дайындалып, үй жынды тас-талқан етіп, Хуаң Өнбиңнің басын алайық. Жарайды. Ақыр інілеріңіз Жаңжу ордасынан келді. Сәйжу Уәли соң Жаңағайдан айырылып қалғаннан кейін қақпаны тарс бекітіп, күндіз түні қорғанысты күшейтіпті. Кірген шыққандарды қатаң тексеріп жатыр екен. Ағайға қастық сайламақшы болған Сәй Уәли емес, қайта оны айтақтап отырған әлгі Хуаң Өнбиң деген сұм екен. Қазір Уәли Хуаң Өнбиңді жазалап, Яңшан сарбаздарын ұстауға бұйырыпты. Ол қазір Уи жүннің 4 төңірегін ретке салып, әрбір жол торабына күзет қойып, сіздерді Яңшан қасте қайталмайды депті. Дәмесін қарай көр. Онда тіпті жақсы болыпты. Уи жүннің барлық жеріне әскер орналастырса, Хуаң Өнбиңнің өз апаны қараусыз қалады. Бұл бізге өте тиімді. Хуаң Өнбиңнің Хуаң Уға деген туған ағасы бар. Ол өмірінде сауапты істермен шұғылданып, көпір салып, жол жөндеп, керей кепшіктердің кем-кетігіне қарайласып келе жатқан кісі. Уйжун қаласындағылар оны Хуаң Дәруш деп атайды. Ал мына Хуаң Өнбиң кезінде төбе билік мәнсап отырғаны, жауыздыққа адам өлтіруге әбден кәніккен арам ойлы жан. Сондықтан уйжундықтар оны Саршайын деп атайды. Ағайынды екеуі шығыспайтындықтан аулаларын дауылмен бөліп тастап, бір көшеден кіріп шығып жүр. Хуаң Өнбиңнің үйі қала қорғанымен іргелес, ал Хуаң Уханың үйі көше жақ шетте. Бірнеше күннен бері Хуаң Өнбиң үйінде тұрмай әскерлермен бірге жүр. Хуаң Өнбиңнің отбасында қанша жан бар? Ер әйелін қосқанда 40-50 адам бар. Жарайды. Мұндай сұрқия залымдардың көзін бірақ құрту керек. Сонда ғана інімнің өшін қайтарған боламыз. Өшестім, Хуаң Өнбиңмен ғана өшестім. Басқа қалайықпен еш қатысы жоқ. Ағасы адамгершілікті адам екен. Оны өлтірмейік. Ел мені мейірімсіз жан деп балағаттамайтын болсын. Жарайды. Şamda ösür. Ұмтылыңдар. Аға, ана жақта. Жасақтар аз емес екен. Аға, Хуаң Өнбиңнің тұрағы ана көшеде. Шөйің мен Хузиян қайда? Олар Хуаң Өнбиңнің үйіне жасырынып кіріп, сіздің келуіңізді тосып жатыр. Жарайды. Сен Шөйің мен Лучанды көр алдың ба? Олар қала қорғанының сыртында күзетіп тұр. Ағайынды үш жүрән. Бармыз. Ютаң інім. Бармын. Жоспар бойынша қимылдаңдар. Аға, төртеумізге тапсырыңыз. Абайла. Иә. Тез болыңдар. Тезірек, тез болыңдар. Есік ашыңдар, тез болыңдар. Іргедегі ұлықтың үйіне өрт кетті.
Інім. Інім. Мынау ма? Ол емес. Мен неге алдайсың? Батырлар, жанымды қия көріңдер. Мен оның ағасы боламын. Інімнің жамандықты көп істегенін білемін. Оны жақсы тәрбиелей алмадым. Рақым етіп, оның шыбын жанын қия көріңдерші, батырлар. Орнынан тұр. Анау Хуан Унха деген оның ағасы ақ көңіл адам. Байлауын босатыңдар. Дереу босатыңдар. Қаның шейін сенің! Қара жайпан! Металды адам өлтірме, қоя бер оны. Хуан Бин қарайған қалыпқа тізесін батырып аз болмаған қазына мүлік жинаған. Көшіріп әкетпейміз бе? Дұрыс айтасың. Осылай істеу керек. Келіңдер. Көшіріңдер. Мақұл. Қара жігіттер болыңдар тез. Тезірек. Бәрін басыңдар. Қане, барлығын басыңдар, қалып қалмасын. Қақпаны бекітіңдер! Қақпаны бекітіңдер! Аға, тез болыңыз! Аға, тез шығып кетіңіз! Артта қалған басқа ешкім жоқ па? Ешкім қалған жоқ. Болыңдар Аға, тез. болыңыз тез, шығып кетіңіз. Бір, екі, үш! Әй, ана жақ көрт кеткен бе? Солай сияқты. Төре, ана жақ көрт кеткен бе? Жаңжу қаласы жақ қой деймін. Қайықшы, Әй, қайықшы, бер кел. мені өзінен өткізіп жібер. Сіз төбе би Хуан Бин боласыз ба? Сен кімсің? Ой, төбе би, сұрамай-ақ қойыңыз. Үйіңізге өрт кетті. Мен сізді тосып тұрмын. А? Қане, тезірек шығыңыз. Иә. Әй, құдау! Сен қайтпексің, төре! Сен қайтпексің. Төре! Інім, Аға шөнің жаңшын болады. Ағамның саған айтар бар. інім, ағаң кім болады? Сұңқатшы, менің ағам болады. Арындар! Дәрігер сапырғыш Лижен сені көп күтті. Батыреке, жанымды қия көр. Не қаласың соны берейін, жанымды қия көр. Батыреке! Қане, толтыра ғой. Әй, Көбірек ішіңіз. тестіріп шейге. Еш шығын шықпай, жеңіспен оралдық. Осының бәрі ағайдың арқасы емес пе? Әй, Солай. шығын шықпағанымен қоймай. Мол пайдаға кенелдің, Шерімнен шыға алмадым. Өкініштісі. Әлгі Хуан Бин деген сұмпай қалып қой демес Оны пе? түбінде өлтіреміз. Ағамда қызық. Құмарынан шыққанша бір қырайын деп едім, қырғызбай қойды. Ой, қара жойпан болды. Қане, Кел, болды, арақ ішейік. Аға, Інім, алаңдама. Хуан Бин жамандықты көп істеген адам қарғыс атпай қоймайды. Сөзсіз өз қолыңмен өлтіресің. Аға, Хуан Бинді ұстап әкелді. Бас аяғында. Бас аяғында. Аға, мұнан айынсап ұстап әкелдім. Хуан Бин. Менде ұзында өшін қысқада кегім жоқ еді. Маған неге қайта-қайта қастық сайлай бересің? Неге Сәйжуге дәйізің екеуімізді өлтіртпек боласың? Әулиенің кітабын оқи тұра,
осындай қаскүнемдікке барған бар ма? Сені елдің Саршаян деп атайтынын білемін. Бүгін Саршаянның жанын алмай қоймаймын. Ой, опасыз неме. Сенің көкіңді көзіңе көрсетпесем бе мен? Әкемелер алдында саған адам баласына қастық сайлама демеп беді. Ал сен жауыздыққа құлықтың. Мен саған Сунжаң, Шәмдіңді әділет үшін байлықтан кешкен жарыларға сүйеу болған ата тағы бір ардагер азамат деп едім ғой. Сен онымен ешқандай араздығың болмаса неге қастық сайлайсың? Аға, мен сені ниетті адал адам екен деп жүрсем, мұндай ақымақ екеніңді ойламаппын. Не дейсің сен? Айтшы маған, Сунжаңның қарсы өлең жазғаны, бүлік сайламақ болған емес пе? Қарақшылармен астасқаны көтеріліс жасағаны. Мен төбе биятымен көріп тұрып көрмеске салынам ба? Ол жынды бейнесіне еніп алған әскерлісім қате болып па? Сен сыңар езуленбе. Аға, мен елеусіз ғана төбе би болғанымен, шаңырағымыз патша ордасының мейіріміне бөленіп келеді ғой. Әкемнің бетіне қай бетімен қарайсың? Саған жаумай жасын түседі. Аға! Әке, сізден мына опасыз ұлыңыздың атынан кешірім сұрайын. Аға! Сонда мен Сунжаңның арамдық істегенін көріп тұрып көрмеске салып, патша ордасына қарсылық жасауына жол қоямын ба? Әке, мынаны ұлым бар демей-ақ қойыңыз. Менде де мұндай ерлер жоқ. Аға, сен... Сен өлсең де басыңа барып қағаз өртемеймін. Сунжаң, мен бүгін жолым болмай сендей қарақшылардың қолына түстім. Мені қинамай, кесірек өлтіре салыңдар. Інім, өшіңді алатын уақыт жетті. Жарайды. Жарайды. Аяулы інім, мына әділет сарайы деген атты мен қойып едім. Мен өмірімде әділеттілікті ғана жақтаймын. Өмірімде төрт төңіректегі ардагерлердің әділет жолында бас қосуын, шын ниетпен достасуын армандап келдім. Аяулы інім, бұған қалай қарайсың? Тәңір толағай кезінде, егер әділетшіл ағайды құтқара алсам, Ляншан қопасының бірінші орындығын отырғызамын деп еді. Оқымысты, бұл сөзді аузыңызға алмаңыз. Батырлардың жанын шүберекке түйіп жүріп, мені құтқарғанның өзі қаншалық. Мен өнерден де, білімнен де кенде жанмын. Бұл орынға қай бетіммен отырамын. Әй, інім, кезінде жетеуімізді сол бір қатерден құтқарып, тауға шығарып жібермеген болсаң, бүгінгідей күн қайда. Сондықтан атамандық орын сөзсіз саған тән. Мен тұрғанда, саған кімнің бойсынбағанын көрейін. Аға, енді бұл орынды зорлап таңа берсеңіз, ініңіз осы жерде өлуге де пейіл. Аға! Аяулы інім, түрегел, тұр орныңнан. Жарайды, бұны айтпайық.
Мұны айтпай-ақ қояйық. Ой, бағанадан бері арақ ішкім келіп тосып тұрмын. Үйтіп безбектей бергенде әуре көрмейсіңдер ме? Енді ырғаса берсеңдер, мен етекке түсіп кетемін. Әй, тәңір толағай, мархабат. Аға, отырыңыз. Мархабат. Жарайды. Аға, бұл жолы Ляншан қопасына көптеген батырлар жиналды. Енді орынды қалай орналастырсақ болар? Бұны... Тәңір толағай. Менше болғанда көрсеткен еңбегі жасының үлкен кішілігімен есептесіп жатпай-ақ. Ляншан қопасындағы бұрынғы атамандар сол жақтағы отағасылық орнына, жаңа келген атамандар оң жақтағы қонақтардың орнына отыра берсін. Күндер өте келе, сіңірген еңбегінің аз көптігіне қарай тағы орналастыра жатармыз. Жарайды, айтқаның жөн екен. Күндер өте сіңірген еңбегінің аз көптігіне қараймыз. Зияпат басталсын. Қане, сендіргені құйық қойайын. Шәрімізден шыққан жабыр сілтейікші. Ане, кел, тәйізің төре. Аға, әлгі қаңын ең сұмны. Балалар жырын ойдан құрастырып бұлай деп түсіндіріпті. Үй ішінде бір ағаш салар елге тегеурен, бір қылышбас көрсетер суғасында өнерін дегендегі жа әрпінің үстіңгі бөлігінің астына му әрпін қосса, ал шүй әрпінің жақтауына күң әрпін қосып құраса, сұңжан болып шықпай ма деп түсіндіріпті. 36 бір санда Шандунның алар әлегін дегенде менің соң хандығына қарсы көтеріліс жасайтыным айтылып тұрмаймын. Оның барлығы Күңсүншің дәруіштің шығарған. Сұңғатшы, ақыры қайта көрістік қой. Кел, екеуіміз мұнарақты шықпайық. Көтерейік. Жарайды. Жақсы болды. Ағаның сөздері расында жазмыштың жазу бойынша айтылған екен. Қазір жер қайысқан қолымыз бар. Көтеріліс жасасақ не болыпты? Оның үстіне ағамның фамилиясы Сұң емес пе? Неге патша бола алмайды екен? Менше болғанда батырлар аттан салып, астарақ аттанып, патшаның тағын тартып алсақ қалай? Ақылшаға, сіз уәзір болыңыз. Күңсүншің дәруіш, сіз ел атасы болыңыз. Ол жер, мұны құлазыған Қопагөлден әлде қайда жақсы емес пе? Сөзім орынды шығар. Қара жайпан не деп көкіп тұрсың? Бұл жерге келген екенсің, Жаңжудағы мінезіңді тастап, барлық істе Чауғай ағайдың сөзін тыңдауың керек. Енді бейбастақтық істейтін болсаң, андағы қарақожа ақбасыңды кесіп аламын. Аға, ренжімеңізші. Мына басымды кесіп тастасаңыз, қайтадан бас өніп шықпайды ғой. Қойдым болды, қойдым. Одан да басымда аман алып қалып, арағым ішейін. Болатын шығар. Арақ ішіңдер. Әй, сен не? Бүгін жарыл қаушатанған әділетшіл Сұңжаң топта тамандарын бастап, Ляншан қопасына қосылып күшімізді нығайтты.
Бүгін сәтті күн екен, иісті тұтанғыш тұтатып, тасаттық беріп, Тәңірдің Ляңшан қопасының күлденіп көркеюіне медет беруін тілейік. Аспан астының барлығы патшаның әмірінде емес. Ляңшан қопасы патшаның меңгеруінде болмауға тиіс. Бауырластар, тонның ішкі бауындай болып, әділет жолында бас қосып, үлкен шарамен арақ ішіп, төре табақ ет жеп, алтын күмісті тең бөлісіп, мәз майрам өтейік. Үлкен шарамен арақ ішіп, төре табақ ет жеп, алтын күмісті тең бөлісіп, мәз майрам өтейік. Тәңір толағай. Ляңшан қопасын күлденсін, мәңгі жеңілмесін десек, әділеттілікті ғана дәріптесек, кеңдік етеді. Онда сенің қандай ойың бар? Ақырыңыз Хоужан ініме бір сары түсті жалау тіккізіп қойды. Өзіңіз көріңіз. Тәңір жолын ұстанайық. Тәңір жолын ұстанайық. Аға, айтыңызшы, қайсы біріміз туада қарақшы едік. Тек Сайжин, Каучу қатарлы залым ұлықтардың патшаның көзін көлегей деп, адал жандарға қастандық жасауынан өз отбасымыздан қуаланды болып, Ляңшан қопасына амалсыз келіп отырмаймыз ба? Сөзің орынды. Барлығы інілер, бұл араға әділетті ардақ тұтып бас қостық. Мақсатымыз бүлік шығарып, тонаушылық істеп, адам өлтіріп, өрт қою, қарабасының қамын күйттеу үшін емес. Барлығы інілердің арманы зор екерлерді жойып, қарайған халықты тыныштандыру, Тәңір жолын ұстану үшін емес пе? Тәңір толағай. Мына Тәңір жолын ұстану қабыланамасы Тәңірдің жазуына, қарайған халықтың тілегіне үйлеседі екен. Ляңшанның ұлы мұраты бола алады. Тәңір жолын ұстану жалауын желбіретсек, әр жердегі ардагерлер осында жиналып, Ляңшан қопасы сөзсіз гүлденіп көркейетін болады. Өте тамаша. Барабан соғылып, жалау шығарылсын.
Сен Ляңшанға келмес бұрын күндіз күлкі түнде ұйқы көрмей келіп едім. Өзіңмен жұлдызым жарасқанына ерекше қуаныштамын. Ай, інім. Бүгінгідей қуанышты күнде жанарыңа жас алғаның қалай? Қандай сөзің болса да маған айтшы. Пақырыңыз құтқарылып, тауға шығып, майрағайда тайрағай мол қонағасының ішінде отыр. Мен мұнда жырғап отырғанда, кәрі әкем, не болып жатыр деңізші? Яңшан батырлары Жаңжуды шауып, уй жүнді талқандап, Хуан Биннің басын алдық. Қазір патша ордасы бұйрық түсіріп, туыстарымды мен ұстап беруге қысап жатқан болар. Мен әкемнің олай-бұлай болып кетуінен алаңдаймын. Пақырыңызға бекіністен аттанып, Юншың ауданына барып, әкемді осы араға алып келіп, балалық борышымды өтесем, сағынышымның сарығын бассам деген ой келіп тұр. Бұлай де. Інімнің опал екеніне кім шек келтір алсын. Алаңсыз бол. Бұл істі орындауды ағайынды 3 жуанға тапсырғамын. Әлгінде ғана ертең ораламыз деп хабар берді. Ақсақалды ертең Сартастақ жағалауынан тосып, тауға алып келетін боламыз. Ағайдың менің қамымды жан-жақтылы ойлағанына рахмет. Ақырыңыз қарымтысын қалай қайтарса болар екен. Інім, қане, түрегел. Үш тостаған арақ ішейік. Қане, сенің алаңсыз арақ ішкенің қарымшысын қайтарғанмен бірдей. Онда айтқаныңыз бойынша болсын. Қане, Көтерейік. көтерейік. Gelin tamaktan alın. Ağa geliniz gari. Gelin güzelim. Hani gelin. Bana yiyin hadi. Hadi gelin. Hani gelin. Ардагер азаматтар. Барлықтарыңның мені бірге туған туыстай көргендеріңе ерекше разымын. Мен Шауғай атаманға лесіп осында келгелі. Ештеңеден тарықпадым. Күндерім көңілді өтіп жатыр. Артымда қалған кәршешімнен хабар алмағалды. Көп күннің жүзі болды. Ұстазымда келмеді деп қамығып жүрген шығар. Жижу аймағына барып келсем деген арманым бар еді. Бүгін әділетшіл ағай әкесімен, інісімен бас қосып отырғанда, шешеммен ұстазыма деген сағынышымды тежей алмадым. Сіздермен аз уақыт қоштаспақпын. Көріскенше күн жақсы болғай. Hani men alıp koydum. Sağan kolturup tutmayın. Yansıtırma oturup bir şey. Hani götüreyim. Ben barıp Ey Karajuypan, бұлғай келін. Тамаша көңіл күйімізді бұздың ғой. Аға, ол мені итеріп жіберді. Қара жойпан, саған не болды? Біреуің әкеңді, біреуің шешеңді әкелемін деп, кетіп жатырсыңдар. Айтыңдаршы, сонда мен жерден шығып бекем. Менің де үйде кәр шешем бар. Ағам елдің үйінде жалшылық істейді. Біреуге жалданып жүріп шешемді қалай бағады? Шешемді бір күн болса да жүдетпей, Ляңшанға әкеліп алсам деп ойлап жүрмін. Аяуданым, екеуіміз талай қиыншылықты бірге кештік. Сенің шешең, менің шешем.
Ол кісіні осы араға келіп, дүниенің рақатын сыйлаймын десең, кім қарсы шығады ғой дейсің? Қара жойпан. Алаңсыз бол. Мен ол кісіні өз шешемдей көріп, мәңгі сыйлап өтемін. Рас па? Аға, қосылсаңыз, қазірдің өзінде таудан түсіп, шешемді әкеліп алайын. Әй, қара жойпан. Сенің мінезің чәргез. Осы бойы кетсең, бір кесел шығармай қоймайсың. Оның үстінде Жаңжуда талай адамды өлтірдің. Сен Қарақұйын Ликүйді кім танымайды ғой дейсің? Бұл не дегеніңіз? Сонда мені жібермейсіз бе? Аға, тым өзімшіл екенсіз. Өз әкең тауға келіп рақатқа мінілсе, менің шешем қыстақта азап тартып жата беруші ме еді? Інім, аптықпа. Егер барамын десең, 3 шартым бар, соған қосылсаң, таудан түсуіңе болады. 3 шарт тұр ғой, 30 шарт болса да, айта беріңіз. 3 қана шарт. Бірінші, суыт барып келесің. Жол жөнекей, арақ ішпейсің. Жарайды, ішпеймін. Екінші, мінезің чәргез. Ешкім саған лесіп бармайды. Өзің ғана барып, ол кісіні осында алып келесің. Демің ішіңде болсын, әсте пәле шығарушы болма. Мақұл, пәле шығармасам болды ғой. Үшінші шартым, мына қос айбалтаңды осында тастап кетесің. Жарайды. Аға, барлығы айтқаныңыздай болды. Енді болатын шығар. Мақұл онда. Ертең таудан түсесің. Осындағы бауырластарың аттандырып қойсын. Бай, аттандырудың не қажеті бар? Мен қазірақ таудан түсіп, ардақтанымды әкелуге дереу кетейін. Қарыбыңыз. Қара жойпаннан кейін аттанарын ойламаған екен. Не қылмыс өткізіпті, жазып па? Ямшар қарақшылармен астасып адам өлтіріпті. Ашылған қылмыскерлер екен. Орда жазаларын тартуға тиіс екен ғой. Жаңағай, бергел. Жуй. Мені қайда апарасың? Бергелші. Орданың сен стоға шығарған ұқтыруын көрмей тұрмысың. Ентелеп барасың ғой өзі. Бәсе, ана сурет маған ұқсайды екен. Не деп жазыпты? Сұңжаңды ұстап бергендерге 10 мың тізбек жармақ. Дәйзіңді ұстап бергендерге 5 мың тізбек жармақ береді екен. Онда мен ұстап берсеші. Сені ме? 3 мың тізбек жармақ береді екен. 3 мың тізбек жармақ дейсің бе? Қара ұлықтар 3 мың тізбек жармақ қана сыйлай Ол ме екен? енді қыртпа. Мына жақта інім жуықтырың асханасы бар. Соған барып демің қалып бар. Қане, жүр. Қайттыңыздар ма? Жолдарыңыз болсын. Шығарып салмадым. Келіп тұрыңыздар, О, келіп қалыпсыздар ғой. Қане, төрлетіңіздер. Ішкейге кіріңіздер. Аға! Абай. Ой, төрелер. Келіп қалыпсыздар ғой. Қақырларыңыз сіздерді тек тұрып қарсы алады. Қанеки, мархабат. Мұнданың мерекені ұятсыз еді. Жан бұрақпағанда қортып көрелердің артына кіріп кете жаздады ғой. Білмейсің ғой. Оның лақабы Күлекеш барыс болды. Саған оның айлакерлігін көрсетіп қояйын. Жүр. Күлекеш барыс деуін. Аға, келіп қалыпсыздар ғой. Не бұйыртасыздар? Не болса да бола береді.
Тағы бірнеше тостаған ішпедіңіздер ме? Әй, тамақтарың өте дәмді екен, ә? Асығыс жұмысымыз бар. Тағы бір келген ішерміз, ә? Келер жол болсын, ә? Төрелер, қалталарыңыз таяздақ болған жоқ па? Бұл не дегенің, ә? Ашуланбаңыз. Болмаса несиеге жаза тұрып, ертең барып, ордадағы төреден алып алсам да болады ғой. Не дейсің? Біз қаржы жаздыратын адам ба? Қанша болды? Рахмет, төрелер. Табанымнан таусылмайтын болдым. Азырақ алайын, ә? Алдыңғы жолы әлгі шай сататын неме осы жерге келгенде 10 сәрі күміс қана төлеген еді. Сіздер құрметті қонақсыздар ғой. Пақырларыңыз сіздерден 8 сәр ғана алсын. 8 сәр дейсің бе? Ей, екеуміздің ішіп жегеніміз ұзаса 2 сәрі ғана болды. Соны айтпайсың ба? Ей, сенің бұл қайткені? Жоға, маңайдағылар осындай тамақтанса 15 сәрі төлейді. Сенбесеңіздер, есеп дәптер тексеріп көріңіздер. Мейлі. 8 сәр болса 8 сәр болсын. Көріп ал, мұнау 10 сәрі күміс. Басқанын дереу қайтар. Рахмет. Аға. Әй. Қайтайық, кешіксек, айып төлейміз. 8 сәрінің нешесесін төлемейміз бе? Ей, сен, болсан тез, не қарап тұрсың? Біз асығыспыз. Төрелерім ау, расында ұят болды. Тағы не бола қалды? Бұл алғашқы саудам еді, ұсақ күміс болмай тұрғаны. Ей, онда амалын тауып, тезірек майдалап әкелмейсің бе? Бол, тез. Мақұл. Ай, төрелерім ау, пақырларыңыз батыс қақпаға дейін барып келді. Ол арадағы дүкендер бірінің аузына бірі түкірек қойғандай күміс ақшаны майдалай алмаймыз дейді. Енді шығыс қақпаға барып келді. Қожайын, болды, қойдық. Болды, қайтармай-ақ қой. Ай, төрелерге рахмет айтпай не қып тұрсыңдар? Төрелердің жомарттығына рахмет. Сен, кетейік. Жолыңыз болсын. Жолыңыз болсын, Тұй! Әй, әнің расында айла керекен. Ана екі иттің аузын аштырмады ғой өзі. Десе де... Әй, енімнің күлекеш жолбарыс деген лақабы осыған қаратылған. Адамдар түсі жылыдан түңілме деп жатады. Десе де кейбіреулер, мына бауырым сияқты күлкісінің артында қулық жасырынып жататындардан абайлау керектігін білмейді. Ол ана ит ұлықтарды осылайша бопсалап, тиын тебенін қағып алып, осы қабаққанан ашқан. Ал енді қарапайым халыққа өте әділ. Әй, осылай істеп тұрғанда оның қабаққанасына ешкім тиіспейтініне қайранмын. Әй, біреу кішіпейілділік білдіріп тұрса, оған қалай қол жұмсауға болсын. Егер інім тұрамын десең, оның аузын аштырмауың керек. Егер ол сөйлеу ешкім оған қол көтер алмайды. Мұныңа сенбеймін. Бүгін оны сөйлетіп тұрып сазайын берейін. Әй, аға, менімен ұзында өшіңіз қысқада кегіңіз болмаса, не құрмақшы боласыз? Мен ұлықтарға тоң қан қаққан жетесіз немелерді жек көремін. Сен тексіз немекенсің. Ағаңның лияңшандағы атағына кір келтірдің. Сазайыңды бермесен бе бәлем? Айтқан ақылыңызға рахмет, аға. Мен бұлай істегенде де мұна ағамның ақылымен жүрмін. Ағамның атына дақ келтіруге қалай батылым барсын, Жөн ағаң, ұлықтардың артын жалаған ұжлансыздарды жек көреді. Аға, қателестіңіз. Көріністе тәлкек болғандай көрінгеніммен, шындығында ол итұлықтардың қалтасын қағып алып ғарыптарға көмектеседі. Мұны өзгелерге бақыт бағыштау десе де болады. Мұны қателігім деп білсеңіз, сабасаңыз сабай беріңіз, қанқ етсем әкемнен тумай кетейін. Сонымен бұдан кейін жарларға көмектесуде де қоямын. Жөн. Джугуи, мұнаның расында керемет екен. Мен қол көтер алмадым. Аға, жоғарғы қабатқа шығыңыздар. Қане? Жарайды. Мархаба. Қане? Мұна күлекеш барысты ма? Джугуи, бір істі сұрауды ұмытып кетіппін. Бұл араға қалай еліп қалдың? Сунжаң ағай сені жолда кесел шығарып қоямы деп алаңдап,
мені осында жіберді. Әй, мен сенен бір күн кеш шығып, жарым күн ерте жеттім. Айтшы, бүгін әрең жеткенің қалай? Әй, ағай арақшуымен жол қоймады. Сонымен жол бойы әл дәрменім құрып, мимырта берең жеттім. Арақ ішпегенің ғой жөн. Бірақ не деген жүрек жұтқан едің? Хабарландыру шығарып сені ұстамақшы болып жатқанын білесің. Үймелеп сонша қалың адам тұрса, ентелеп арасына кіріп барасың ғой өзі. Егер бір жағдай туылса, ағама не деп жауап беремін? Жақсы арақ екен. Әй. Сунжан ағай саған араққа жолама деді емес пе? Өз үйіме келдім ғой. Біраз ішсем ештеңе болмас. Жол бойы бір тамшы да арақ ішпедім. Сілекейің шұбырып барады. Әкелші бері. Қара жойпан, Сунжан ағай білетін болса, сені оңдырмайды бәлем. Қалжыңдағаным емес пе? Сунжан ағайдың тілін алмауға кімнің батылы барсын, а? Білсең болды. Болды, ішпеймін. Чай ішсем болатын шығар. Үстіңдегі мына киімің өте салауатты көрсетеді екен. Джугуй, мына киіміңді уақытша киіп тұрайын. Үйге барғанда шешеме көрсетіп, Ляңшанда бай бақытты тұрмыс кешіріп жатқанымызды білдірейін. Қаре, чеш. Мына денеге менің киімім қалай сияды? Ештен етпейді. Сияды. Жарайды. Өзім шешейін. Өзім шешсем болды ғой. Жарайды. Киім ауыстырмақ болғаныңда жөн бол. Мүлайымды көрінесің ғой. Солай. Көлденең көзге сөлекет көрінбейсің. Жөн. Пәле шығармайтын боласың.